Компьютер мен Билл Гейтс құдды егіз ұғындай. Иә, дүние жүзі білетін Microsoft компаниясының негізін қалап, бізді терезелерге қаратып отырған осы кісі емес пе? Заманауи компьютерлік технологиялардың дамығаны осы кісінің қажырлы еңбегінің арқасы емес пе? Гейтстің оқушыларға берген кеңестерін жазып өткен едік. Ал бүгін Гейтстің өзі туралы қызықты мәліметтер шертеміз. Билл Гейтс Американың ең танымал кәсіпкері, әлемдегі ең бай адамдардың бірі ие. Оның есімі байлығы жөнінен Forbes журналы бойынша екінші орында тұр. Жаһан жаңалығы болған Microsoft Corporation компаниясының іргетасын қалап, Windows бағдарламасын жасаған тұлға 1955 жылдың 28 қазанында дүниеге келген. Билл Гейтс адвокат Уильям Генри Гейтспен ақш-тың бірнеше ірі компаниялардың директорлар кеңесінде басшылық қызметтер атқарған Мэри Максвелл Гейтстің отбасында тәрбиеленген. Биллдің ерекше дарынмен туғаны, болашақта қандай да бір шыңға шығатыны бала кезінен белгілі болған көрінеді. Оның жан дүниесі еркіндікті қалаған. Бала күнінен ақ өз тәуелсіздігі үшін күресіп, тек сүйікті ісімен айналысады, қажет деп тапқан пәндерін ғана оқиды. Бірақ мұнысы үшін анасы Биллді көп жазалапты. Тумысынан дарын қонған Билл ең алғашқы жаңалығын мектеп табалдырығында жүрген уақытында жасаған. Дәлірек айтсақ, 13 жасында жақын досы Пол Аллен екеуі компьютерлік терминал жасайды. Кейін оған екі түрлі бағдарлама енгізеді. Билл Гейтс мектеп пәндеріне аса қатты мән бермейтін. Керемет үлгеріммен де көзге түсе қоймады. Алайда орта мектептің негізгі бөлігі 9 сыныпты аяқтайтын қорытынды тестте тек 5-тік баға алып, Американың үздік 10 оқушысының қатарынан табылады. 10 сыныпқа сүрінбей өткен Билл компьютер сабағынан оқушыларды өзі сауаттандырды. Өзі оқушы бола тұра білім алушыларға арнайы әдістемелік бағдарлама жасайды. Ал Пол Аллен оның осы бір талантын іштей қызғанушы еді, тіпті көре алмаушылық сезіміне еріп, Биллдің әр бастамасына тосқауыл болуға тырысатын. Бірақ қанша тырысқанымен талантты досының талабына кедергі келтіре алмайды. Иә, осылайша ішкі сыртқы арпалыстан жеңіліс тапқан Пол Аллен Биллдің өзіне болашақта қажет боларын ойлап қайта достасады. 1973 жылы ақш университеттерінің көшбасшысы саналатын, әлемге әйгілі Гарвардқа оқуға түскен Билл Гейтс көп ұзамай ол жерден шығарылады. Өйткені Билл өз білімін тек тәжірибе жүзінде ғана көрсетуді қалап, теориялық жағына ден қоймайтын. Сондықтан да оның студенттік ғұмыры қысқа болды. Дегенмен де Гейтс профессорларына 30-ға толмай миллионер болам деген екен. Алайда ол 31 жасында миллиардер атанды. Microsoft қалай пайда болды? 1974 жыл. Пол Аллен Гейтске келе жатып, Гарвард университеті жанындағы газеттің күршегінен журнал сатып алады. Бұл электроника журналы еді. Оның мұқабасында Altair суреті жарияланып, коммерциялық модельдермен бәсекелесуге қабілетті әлемдегі ең бірінші компьютер деп жазылыпты. Мұны оқыған екі дос бірден өздеріне ненің қажет екенін, болашақтары қай бағыттан бастау алатынын бірден ұғынады. Сөйтетте біз мұндай компьютерлерге қажет мықты бағдарлама жасаймыз. Бұл бағдарлама жер бетінде қанша адам болса, соның барлығының қажетіне жарауы шарт, және біз нарықта бірінші орында тұра аламыз деген ойға келеді. Билл Гейтс 2 бестселлер шығарды. Бұл кітаптарда кәсіпкердің жетістік жолындағы тарихы баяндалады. Еңбектің алғашқысы болашаққа жол деп аталса, екіншісі бизнес, ой жылдамдығымен деген атаумен жарық көреді. Бүгінде шығарма 25 тілге аударылған. Жұбайы екеуі мұқтаждарға көмек көрсететін әлемдегі ең ірі Билл және Мелинда Гейтс қайырымдылық қорының негізін қалаушы. Олардың есімі жыл сайын қайырымдылыққа жұмсайтын қаражат саны үшін 2005 жылы Time журналында жыл адамы деген атаумен жарияланды. Сол жылы Билл Ұлыбританияның инновациялық кәсіпорындарын дамытуға қосқан үлесі және әлемдегі кедейлікті азайту бойынша жұмсаған күш-жігері үшін Британ империясының ырцар атағына ие болады. Forbes журналының ақпараты бойынша 2016 жылы Билл Гейтстің қаржылық жағдайы $90 миллиард жеткен. Microsoft жасаушысының отбасы дүние жүзі бойынша әлі ешкім салмаған жеке-жайда тұрады. Бұл бірімен қосылған 3 павильоннан тұратын тұрғын үй кешені. Үй құрылысында қолданылған материал қылқан жапырақты ағаш және шыны. Microsoft корпорациясының тең құрылтайшысы жер бетіндегі ең ақылды адамдардың бірі деп аталады. Себебі ол интеллект деңгейі жоғары адамдар қатарында. Гейтс ақыл ойды дамыту батутта көбірек секіріп, жүгіруді әдетке айналдыру керек дейді. Компьютерлерге деген құмарлығын байқаған вундеркиндтің ата-анасы Биллді электронды машинаға 1 жыл бойы жолатпаған. 1 жыл бойы атақты бағдарламашы ұлы адамдардың өмір баяндарымен танысқан. Тарихи тұлғалардың ойлау қабілеті мен логикасы Биллге қатты ұнайтын. Билл Гейтс ресми түрде Гарвард оқу орнын тастағандардың ішіндегі ең бақытты адам болып танылды, дегенмен араға бірнеше жыл салғаннан кейін Билл сонда да Гарвардты бітіріп, салтанатты түрде дипломын алды. Оның арғы атасы заң шығарушы органда жұмыс істеп, қала мері болған. Атасы мемлекеттік банк президенті қызметін атқарған, ал әкесі адвокат болған.
1968 жылы Лексайд колледжінде алғашқы компьютерлер пайда болғанда Гейтс күні түні сол маңайдан кетпейтін. Оның оқу үлгерімі күрт нашарлап кеткені де сол себептен шығар. Гарвардтағы оқу Гейтсті тез шаршатқандықтан ол бос уақытында покер не бағдарламалар жазумен айналысқан. Гейтс өзінің профессорларына 30-ға толмай миллионер болам деп айтқан екен. 31-ге толған Гейтс миллиардер. Жыл сайын Гейтс жеке меншіктегі тұрғын үйлер мен көліктеріне салық ретінде $1 миллион көлемінде қаражат төлейді. Билл Гейтс қазір немен айналысып жүр? Билл Гейтс ақылды қала құрылысын бастады. Яғни атмосферадағы көмірқышқыл газының төмендеуіне әсер ететін баламалы энергетика құру сияқты жаңа дүниелерге инвестиция құюға көңіл бөлуде. 2018 жылы ақш-тың білім берудегі дағдарысқа қарсы күрес науқаны $460 миллион аударды. Сондай-ақ ол Альцгеймер ауруымен күрес бағдарламасына да қатысты. Олар қайырымдылық қорын бірге ашқан. Қайырымдылыққа 28 миллиард ақш долларынан көп ақша жұмсаған. Ол жұмыс кезінде ешқашан тұтқаны көтермеген. Билл Гейтстің табысы өте жақсы. Тіпті күніне $20 миллион ақш долларын табады.